Жоқ әлде студиядан шыға сала қоштаса салдыңдар ма? Қоштасқан жоқпыз. Кеше кездесу болған жоқ, бірақ бүгін эфирға келерге дейін кездесу болды. Бүгін таңертең сөйлестік. Ол мені, яғни, видеоны алып кетті эфирға. Сол кезде сөйлестік. Ары қарай өзі шыққаннан кейін айтып берсем. Жарайды, ендеше үміткеріңді қошеметпен ортаға шақырайық. Ерсін, келіңіз. Қашан алып үлгеріп жүрсіз? Таңертең бірге келдік дейді, қашан алып үлгеріп жүрсіз Гүлді? Багажникқа салып қойған ғой, жолда алып. Жасыр қой. Түсінікті. Қалай өтті таныстық? Жақсылап, бүгін кеше қол тимеді. Белгілі себептермен кездесе алмадық. Бірақ бүгін азанда келе жатқан кезде үйінен алып кеттім. Екеуміз әңгімелестік. Бір-бірімізді түсіндік. В общем, біздің шешіміміз бойынша екеуміз бір жақсы дос болып қалатын болып шештік. Ортақ шешім. Ортақ шешіммен, Сіздің тарапыңыздан келді ме бұл шешім? Сіздің тарапыңыздан келді ме бұл шешім? Ортақ тараптан ғой. Ортақ. Сонда Камиланы таңдап келдіңіз, бірақ дос болуды ұйғардыңыз. Оның себебі неде? Өйткені біз айтып отырмын ғой, мен енді Камиланы мүлдем танымайтынмын ғой. Танысамын деп үмітпен келгем негізі. Таныстық, сөйлестік. Менің ойымдағы бір мақсатымдағы қыз емес болып шықты енді. Бұлай дос ретінде араласатын қыз болып шықты. Сондықтан да екеуміз қайта қуаныштымыз осындай дос болып қалғанымызға. Өйткені қалаулымға рахмет. Осындай қалаулым бағдарламасы арқылы осындай дос тауып отырмын. Көшеде көріп қалсаң таныспайтын қыз ғой енді. Сондықтан осы бағдарламаға да рахмет. Дос болып қалдық енді. Түсінікті. Ал Камиланы танып үлгерген сияқтысыз. Енді болашақтағы үміткерлерге ескерту болсын, қандай екен? Болашақта келетін үміткерлердің барлықтарын айтатын, бірінші келетін кезде айтады ғой, адам айна қарабасын дейді ғой, сол сияқты. Негізі адам көбінесе өзін переоценить етіп келеді дегенім ғой. Қалай? Мен түсін... Бұл пікір қайдан шықты сонда? Бұл пікір қайдан шықты? Мен анау оқыдым ғой, комментарияларды қарадым. Сол кезде айтады ғой, жаңағы көбінесе жігіттер не үшін келеді, жаңағы не үшін өздерін позорить етеді деп. Ол енді жаңағы барлығы қалаулының жамандау себебі. Жазған пікірлерге көп құлақ асудың қажеті жоқ сияқты. Негізі жоқ, қалаулының ең жамандау себебінің бір себебі сол адамдар өздері шығарып, өздерін масқаралағандықтан соны қалаулымды жамандайды да көбінесе. Абылай негізі менде өзімнің ой пікірім бөлек болған, қалаулым бір өтірік шығар деген ойдалар да болды. Бірақ та келіп, мінекей көзімде жетті ғой, шын бағдарлама, бәрі шынайы, жасанды ешқандай нәрсе жоқ екені көзім жетті. Бірақ та көптеген адамдар ондайға мән бермейді да, өздерін масқаралауға шығып, сондықтан да қалаулымды да жаман атқа қалдырады. Сол себепті, сол мағынада айттым, Абылай ешкімді жамандаған ойым жоқ. Біз таңертең екеуміз бірге келе жатқан кезде мен сұрақ қойдым Ерсінге. Ерсін, сен негізі мені танисың ба? Мені біліп, танып келдің ба деген кезде, жоқ, мен сені мүлдем танымаймын деді. Сол кезде осы сәтті пайдаланып, мен саған да айттым ғой, осы сәтті пайдаланып, енді үміткерлер келіп жатса егер де маған өтініш кішкене болсын танып келіңіздерші адамды, себебі ол өте көңілге жаман. Егер де сен мен танисың ба, маған үміткер болып келген өзі танып келу деген сөз ғой. Жоқ, мен сен мүлде танымаймын деген жүрекке өте жаман тиеді. Сондықтан танымаса қалай танимын деп айтады енді, танысуға келді. Жоқ, анандай мағынада кішкене эфирді көріп, кішкене болсын тануға болады ғой, 10%, 100%-дан мүлдем танымай келген бір түрлі ғой. Ең болмағанда сізді мысалға сырттай тану мүмкін емес қой. Никак, мысалға 100%-ың, даже 99%-ың да тану мүмкін емес. Жоқ, 10%. Өйткені адам сырт келбетке
әрқалай әртүрлі көрінеді. Мысалы сіздің парақшаңызды ашсаңыз да мысалға сіз жақта мүлдем басқасыз, мында көрсең басқасы, сыртта басқасы деген сияқты ол әр кезде адамды тану мүмкін емес олай. Сондықтан да мен өзім былай бетпе-бет келіп, көрісіп, танысып, білісіп, сөйлесіп, мінезіңізді аңғардым. Сонда нағыз дос болатын адам болып шықтыңыз ғой. Ал, неден сұрақ қоямын дейді, я? Айта ғой. Ерсін, ассалаумалейкум барым, қош келдің. Жоқ, жаңағы сөзі кішкене енді дұрыс емес деп айтпай қойын, біртүрлі естілді да, жаңағы адам айнаға қарап алу керек деген. Дұрыс жеткізбедім ғой. Иә, дұрыс жеткізбедім. Негізі, шынымен бой десе бойы бар, ой десе ойы, өнері, ісіде бәрі қолынан келетін жігіт, өте, мен білмеймін, бір-екі күн сол кешеден бері көргеннің өзінде көрініп тұр ғой қандай адам екен. Барым, жаңағы болашақта енді ондай сөз айтпай ақ қойшы деген ғой. Және білмеймін, кеше ғана жаңағындай жоқ демеші, білмеймін де, үміттенейін деп тұрып, бүгін осындай болып үзілгені шынымен біз үшін таңғалатын жағдай болып тұр. Шынымен де таңғалып тұрмыз, бірақ шешім қабылданды. Және екі тарап та осы шешімге келген сияқты. Енді